Так, саламатсыздар ма әріптестер? Мен қазір оқу дала жиынына байланысты болатын сабақтарды қалай жүйелеуге болатын өз мектебімдегі немде көрсетсем кестемді. Жалпы сіздер осы оқу дала жиынында болады, ол 4-90-да, иә? 4-90-да. Енді 4-90-да болатын сағаттарды біз 4-90-ның ішінде ғана ығыстыруымыз қажет. Сонда бізде ол нақты көрінеді. Енді қарап отырсаңыздар, мына бізде 21-нен 26 аралығы кесте пустой болып тұр. Мен бұл аралықтағы сабақтарды кәдімгі өздеріңіз білетіндей мына қаламша белгішесін басу арқылы ауыстыру, кейінге ауыстыру ретінде мына жердегі күнді қай күнге қоям, сол күнді көрсетіп жалпы ауыстырып шықтым. Қай күні болады, сол күнді ауыстырып шықтым. Так. Мысалы, жаңағыдай қай күнге болады, сол күнге ауыстырып шықтым. Енді біздер жалпы 5 күнге 5 күндік оқу жүйесіне ығыстырғанбыз, бірақ мектептер 6 күн оқу жүйесімен жүреді. 6 күндік. Сондықтан біздер мына аралықтағы 21-і, 22-сі, 23-і, 24-і және 26-сы аралықты біздер осы сенбі күнге ығыстырдық. Яғни сол күндегі болатын сабақтарды 21 күнге болатын сабақты, яғни 3 сәуірге ығыстырдық. Яғни көріп тұрғандарыңыздай орыс тілі, физика, биология деген сабақтар мына күндер болады. Орыс тілі, физика, биология деген сабақтар жалпы 3 күнге, 21 күнгі сабақты 3 күнге ығыстырдық. 22-сі күнді 10 күнге, 23-ін 17-сі күнге, 23 осы 5 күндік болған екен, 5 күн сабағы ығыстырылды, және 26-сі күнгі сабақты 15-ші мамырға ығыстырдық. Яғни осылай кестені жүйелеп алуымыз керек. Нақты бұл сабақтардың, мына сабақтар қай күнге ауысқаны нақты көрінеді. Сіздер көрсете алуларыңыз керек ауысқан сағаттарды. Оны қазір көрсетейін сіздерге. Жаңа 10-шы Ә сыныпты ашып отқан болатынмын. Яғни 10-шы Ә сыныпта мына аралықты көрулеріңізге болады. Мысалы 23-04-і. Яғни 23-04 күнгі сабағымыз 17-04 күнге түсті. Яғни бұл жерде тақырыптар реті ауыспайды. Просто күн жоғары ары бері жылжиды. Яғни 26 сәуір күнгі сабақ 15 мамыр күнге жылжыды. Яғни ауысқан замен сағат нақты осылай жоспарда кестеде көрсетілген дұрыс. Яғни не себепті, не үшін екенін жазып қойғандарыңыз орынды болады. Өйткені ол есептерде көрінеді сіздің ауыстырған сағаттарыңыз. Бұл ауыстырылған сағат ретінде жатады. Сабақ түрлендіргішке кіресіздер, сөйтесіздер дағына біздер сіздерге оңай болу үшін жаңа кесте сұлба жасайсыздар. Ол сұлбада оқу дала жиыны деп қоясыздар. ОДЖ кестесі. Оқу дала жиыны кестесі деп жатырмыз. Неге? Өйткені бұл арнайы осы 30 сағат жоспарланатын сағат болғандықтан бұл бөлек жоспарланатын пән есебінде кіріктіресіз. Біздер сабақ кестесін қалай құрамыз? 21 күні, мына сәрсенбіден басталса, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі күнге және дүйсенбі күнге мен сабақ кестесін жазамын. Плюс батырмасын басып, яғни сабақ кестесін барлығымыз қалай құру керек екенін білеміз ғой. Осы жерден мысалы оқу дала жиыны деп құрамыз. Оқу дала жиыны, бұл жерде топ ұл балдар, жасау, тағы қосу. Енді бұл жерде
мед практика қыз балдар дейміз. Қыз балдар. Так, кестені осылай екі неге құрып аласыздар. Так, оқу далажыны ер балдар. Так, ұлдар тобын таңдайсыз. Мед практика қыз балдар деп қыздар тобын таңдайсыз. Әр сыныпқа жеке-жеке орындайсыздар. Яғни жеке-жеке орындайсыздар. Өйткені мед практиканың жоспары бөлек, ұлдардың жоспары бөлек. Яғни бізде қыздар мектепте өтіп жататын мед практиканы, ұл балдар есе яғни далада жаңағыдай арнайы өтілетін аймақта өтіп қайтатын. Сол үшін ұл балдардікі бөлек жоспар, қыз балдардың жоспары бөлек. Тура осылай көшіріп шығамыз қазір. Так, 30 сабақта мына жерде жоспарлы көшіріп шықтым. Енді мына жерден көшіру батырмасын басамын. Так, жоспар кестесі дайын болды оқу дала жиынның. Енді мен не істеймін? Оқу дала жиын жоспары дайын болса, мен жариялау батырмасын басам. Так, 490-ды ашам. Так, оқу дала жиыны мына жерден галочка ұрамыз. Так, 6 сабақ жоспарлы түсті. Мына күнге бір рет жертем. Бізде кесте жалпы 490-ға оқу дала жиыны кестесі жалпы дайын болды. Мына көріп отқандарыңыздай 21 күнгі, 22 күнгі, 23 күнгі сабақтар замен ретінде көрсетілді. Замен болғанда орны мына күннен мына келесі күнге ауысқаны нақты көрсетілді. Ал енді мынау осы күндер болатын нақты сабақтар. Осы күндер болатын бұйрықпен болатын нақты сабақтар. Енді сіздер сенбі күнге мына күндерге ауыстыру үшін петкеңесте осы сабақтардың осы күндерге ығыстырылуын көрсетесіздер. Яғни 21 күнгі сабақ 3 сәуірге, 22 сәуір, 10 сәуірге деген сияқты жоспарлы жаңағыдай оқу дала жиынына байланысты ауыстырылуын көрсетесіздер. Жалпы кестенің жұмысы осылай. Ұлдар, қыздар, оқу дала жиыны ер балдар деген сияқты, мед практика қыз балдар деп осылай жоспарлы екі пән есебінде қосып кіріктіріп көрсетесіздер. 30 сағатты жоспарлайсыздар осылай. Так, воскресенье күні болмайды оларда. Воскресенье күні қоймайсыздар.